сағат 6-да тұрам, сөйтіп шай тамағымды ішіп, сөйтіп жұмысқа шығам енді. 6:30 болады, мен шығам дегенше де. Автобусқа мініп келем жұмысқа. Сөйтіп сағат 8-ге 5 минут, 10 минут қалған кезде келем осы жерге де жұмысқа. Сөйтіп киініп жұмысымызды бастаймыз. Бірінші мусорларды жинаймыз, урналарды тазалаймыз, сосын мына жерде подбор жасап шығамыз. Кейбіреулер тастап кетеді мусорларын, соларды теріп шығамыз. Қазір жинап кетсең, кейде мусор тастап кетеді, сол баклажкаларын, нелерін тастап кетеді. Анандай кейде бізді енді тексеріп кетіп қалады ғой, сол кезде тазаламағандай болып қаламыз. Бірақ енді таза болса, таза болып тұрады ғой кейде. Бұрын жүгіріп жүріп істей беретінен, былтыр коронавирус болған. Содан кейін мына жерім ешқандай ауыра береді да, ауыра берем әр не сайын. Сөйтіп укол салдырамын, жүгіріп барып не қыламын соны. Негізі бір бүйрегім жоқ та мен. Шыдай алмай кетеміз енді ыстыққа да, сөйтіп көйлегімді анандай суға су құйып сөйтіп жүрмін енді. Жаңа да құйып келдім аз көйлекке. Қыста да мына елкалардың бәрін қағып шығам, ағаштардың, нелердің, скамейкаларды тазалаймын. Сол кезде де аяғымыздан кейде сыз өтіп кететін кез болады. Бірінші осы жұмысқа келген кезде 28 мың еді. Қазір 110 мың. Сіздердің қолдарыңызда емес қой, бірақ әйел адамдарды 58-де или 58-ден асқасын пенсияға шығарса деп не қыламын да. Қиналып кетеміз, кейде аяғым істемей қалады менің да. Өзім 3-ші группамын, инвалидпін. Оны да айта бермеймін, мен инвалидпін, мен мынандай жерде істейінші деп қиын болса да жүре берем кейде да. Енді бірақ осы биыл қатты қиналып жүрмін да жұмыстан. Күліп жүргенді жақсы көрем. Өзім өмірімде де қанша қиындықтар болды. Мен ешқандай мен осындай, менде жоқ, менде не деген адам емеспін. Ешкімнен көмек сұрағым да келмейді. Өзім аяқ қолым бар болғаннан кейін жұмыс істегенді жақсы көрем. Әйтеуір жұмыс жоқ, маған берші деп сұраған емеспін. Мен өзі 30 жасымда күйеуім қайтыс болып кеткен. 2 баламды өсірдім, 2-інде үйлендірдім, 2-інде үлкен балам бөлек тұрады. Үйі жайы бар, оларға да жоқ деп айтпай жұмыс істеңдер деп айтып отырам үйде отырғанда да. Маған да олар айтады, мама үйде отырсаңыз, не қыласыз, өзіңіз көп ауырасыз, үйде отырыңыз деп. Бірақ пенсияға шығып, кішкентай қолымда ақша болып, немерелеріме беріп, солармен бөліскім келеді пенсиямда, мен де соларды оқытқым келеді. Арманым осы еліміз аман болса, тыныштық болса деймін. Бала шағалар, өсіп отқан жастар бақытты болса деп тілеймін. Өзім мен Меккеге барғанда да осындай елімнің жастарға өмір сұрап сөйтем. Небір жастар кетіп жатыр. Подружкамның жақында баласы қайтыс болды. Жап-жас. Сол жастар қайтыс болмаса, аман болса, елімізде тыныштық болса деп тілеймін. Осы күніме Аллаға шүкір деймін. Бар нәрсем бар.